Саламатсыздар, бүгін Miro платформасында қалай жұмыс жасаймыз, соны үйрететін боламыз. Бірінші Miro деп жазып, соған кіреміз. Бірінші ашылғанына сары белгімен болады. Аккаунт жазамыз. Аккаунт алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын. Қалай жазу керектігін, сол аккаунт бойынша жазып кіреміз. Аккаунт жазған соң кіріп, аты жөнімізді жазып, фамилия атымызды жазамыз. Пароль енгізетін боламыз. Парольдің бір қате болса, осылай қате болып шығады. Қайтып жазамыз. Ары қарай жалғастыратын боламыз. Код келеді, сол кодты енгіземіз. Маған келген код 373-502 ары қарай кетеміз. Мына Miro ашылатын болады. Miro кіргеннен кейін бұл жерде мүмкіншіліктері қандай? Бұл жерде мүмкіншіліктері бұның ішінде сызбалар. Мектептің атауын жаздық, Жәнібеков деп. Қай сынып, сол бойынша кіреміз. Miro жалпы кіргенде осылай көрінеді. Осы жерден әріптерін шығаруға болады. Жазуға болады. Бірнеше адам кіруге болады. Бірнеше адам кіріп отырса да болады. Қолдана берсе де болады. Тілін қазақша аударады, жоғарыдағы переводчик арқылы. Қазақша аудару аласыздар да, ары қарай жұмыс жасай бересіздер. Сызбаларды салу, бірінші біз таңдағанымыз. Сызбалар, неше түрлі сызбалар шығады. Осы сызбалардың ішіне керегін аламыз. Сызба керегін соң, мысалы біз информатика пәннен болғанда информатикаға байланысты жаздық, сол сабақта қолдандық. Әрбірінің ішіне кіріп, мына жақынырақ көрсеңіздер де болады. Өшіріп қайта жазуға да болады, бір-біріне қостақ та болады. Мүмкіншіліктері өте көп. Күнделікті сабақта, басқа да пәндерден қолдансаңыздар да болады. Бұл жерде мысалға сабақта процессор жөнінде, процессордың құрылғылары жөнінде, оның құрамына не кіретін жөнінде жазған болатынбыз. Әрбір оқушыға мысалы процессорды жазып, қасына құрамдарын енгіз десеңіздер де болады.